Әлемде атом қуаты әрі мүмкіндік, әрі үлкен жауапкершілік. Оның қалай қолданамыз, біздің болашағымыз анықтайды. Бүгін мен сіздерді осы жауапкершілікті бүкіл адамзат атынан мойнына алған ерекше ұйыммен таныстырғым келеді. Бұл ядролық қауіпсіздікті сақтап, бейбіт атомды дамытуға бағытталған халықаралық құрылым МАГАТЭ ұйымы. Қазақстанда осы жолда маңызды рөл атқарып, жаһандық қауіпсіздікке өз үнін қосып келеді. Ендеше бірге МАГАТЭ әлемнің тереңірек үңіліп көрейік. Ең алдымен айта кетейін, МАГАТЭ атом энергиясын бейбіт және қауіпсіз қолдануды қадағалайтын халықаралық ұйым. Қазақстан ядролық қарудан бас тартқаннан кейін ұйыммен белсенді ынтымақтастық орнатып келеді. МАГАТЭ жобалары елімізде ядролық қауіпсіздік, медицина және ғылым салаларын дамытуға ықпал етуде. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлем ядролық қарудың жойқын күшін көрді. Адамзатқа атом энергиясы екі түрлі жол ұсынады. Біреуі ол қырып жою қаупі болса, екіншісі бейбіт ғылыми даму мүмкіндігі. Осы дилемма әлемдік қауымдастықты жаңа халықаралық бақылау тетегін құруға итермеледі. 1953 жыл ақш президенті Дуайт Эйзенхауэр Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында тарихи Atoms for Peace, қазақша аударғанда бейбіт атом бағдарламасын ұсынды. Ол ядролық технологиясының әскери мақсатта емес, тек бейбіт және ғылыми бағытта қолдануын қамтамасыз етуді көздеді. Осы идеяны жүзеге асыру үшін 1957 жылы халықаралық атом энергиясы агенттігі МАГАТЭ құрылды. Ұйымның негізгі міндеттері ол ядролық материалдарды әскери мақсатқа пайдалануға жол бермеу, атом энергиясын қауіпсіз қолдануды бақылау және мемлекеттер арасында сенімділік орнату болды. МАГАТЭ Біріккен ұлттар ұйымы жүйесіне кіретін, бірақ өз ережелері мен құрылымы бар дербес орган ретінде жұмыс істей бастады. Бастапқы жылдары ұйым ядролық нысандарды қорғау, қауіпсіз стандарттарын жасау және атом энергиясының бейбіт қолданылуын мониторинг жүргізуді басты мақсат етті. Осылайша МАГАТЭ-ның құрылуы ядролық қауіпсіздікті нығайтып, атом энергиясын адамзат игілігіне бағыттауға арналған алғашқы халықаралық қадамдардың бірі болды. Яғни ұйымның негізгі мақсаттары ол атом энергиясын бейбіт мақсатта қолдануды дамыту. Ұйым ядролық қақтығыстардың алдын алады, ол радиациялық қауіпсіздік шараларын жетілдіреді, халықаралық ынтымақтастықты нығайтады, ядролық қауіпсіздік стандарттарын орнату арқылы жұмыс істейді, ғылыми зерттеулерді қолдайды, елдер арасындағы тәжірибе алмасуды қамтамасыз етеді. Мақсаттары бейбіт ядролық технологияны қолдануға бағытталған, яғни ұйым білім беру және ақпараттық қызметтерді дамытады. Ендеше МАГАТЭ қызметінің басты бағыты ядролық қондырғылардың қауіпсіздігін тексеру. Инспекциялар барлық елдерде жүргізіледі. Бұл шаралар апаттардың алдын алу үшін маңызды. Ұйым атом энергиясын бейбіт мақсатта қолдануға техникалық көмек көрсетеді. Халықаралық стандарттар мен ережелер әзірлейді. Ғылыми зерттеулер мен білім алмасуды қолдайды. Елдерге тәжірибе алмасу мүмкіндігін береді. МАГАТЭ радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Ұйым технологиялық прогресті қадағалайды. Қызметі халықаралық ынтымақтастыққа негізделген. Жалпы осы қызмет негізгі бағыттар болып саналады. И о событиях в мире. Развитие атомной отрасли, строительство АЭС и достижение углеродной нейтральности обсудили эксперты в Австрии. Министр иностранных дел Казахстана провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ. Рафаэль Гросси отметил работу банка низкообогащенного урана в Казахстане и предложил подготовить дорожную карту сотрудничества. Участники встречи уделили внимание подготовке кадров и расширению присутствия казахстанцев на ключевых должностях в агентстве. Эрмек Ущербаев поблагодарил МАГАТЭ за поддержку, а Рафаэль Гросси подтвердил готовность оказывать всестороннюю помощь на всех этапах строительства АЭС. Жалпы Қазақстан және МАГАТЭ қарым-қатынасының тарихын туралы айта кетсек, Қазақстан 1994 жылдан бастап МАГАТЭ мүшесі болып, ядролық қаруды таратпау және қауіпсіздік саласында ұйыммен тығыз жұмыс істейді. Еліміз МАГАТЭ стандарттарына сай бақылау жүргізіп, ядролық материалдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қазақстан аумағында МАГАТЭ-ның төмен байытылған уран банкі орналасуы елдің халықаралық сенімінің жоғары екенін дәлелдейді. Қазақстанда МАГАТЭ-ның төмен байытылған уран банкі жобасы жүргізілген болатын, яғни Лео банк. Бұл жоба бейбіт атом энергиясына деген сенімді қамтамасыз ететін халықаралық бастама. МАГАТЭ-ның Лео банкі Қазақстанның Өскемен қаласында Ульба металлургиялық зауытына орналасқан. Бұл үлкен қор, шамамен 90 тонна төмен байытылған уран хексафлюорид, яғни Лео, ол жеңіл су реакторларының отынын жасауға жарайды. Бұл банк құрылуының басты мақсаты ядролық отынға тең және сенімді жеткізілімді қамтамасыз ету. Егер қандай да бір елде коммерциялық жеткізілімдер тоқтап қалса немесе қиындық туындаса, мемлекеттің бейбіт атом энергетикасы осындай халықаралық қордан отын алып пайдалана алады. Қазақстан өз аумағында осындай маңызды халықаралық объектіне орналастыруды қолдады. Елдің ұсынысы мен ынтымақтастығы арқасында МАГАТЭ Лео банк жобасының жүзеге асуына жағдай жасалды. Бұл Қазақстанның ядролық қауіпсіздік пен бейбіт атомды дамытуға қосқан үлкен үлесі ретінде бағаланады. Лео банк ядролық қарудың таратылуын болдырмау және бейбіт қолдануын қолдаудың практикалық құралы. Ол ядролық отынды әділетті және қауіпсіз түрде қамтамасыз ету механизмін ұсынады. Осылайша әлем елдеріне бейбіт атом энергетикасын дамытуға мүмкіндік береді.
Семей ядролық полигоны 20 ғасырдың ең ауыр ядролық сынақтардың бірі жүргізілген аймақтардың бірі. 1949 жылы 1991 жылға дейін бұл полигонда 450-ден астам ядролық жарылыс жасалды. Оның салдары Қазақстан халқы мен табиғатына ауыр зардаптар әкелді. Радиациялық ластану, экологиялық бұзаулар және халық денсаулығына ұзақ мерзімді зиян келді. 1991 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Семей ядролық полигонына біржола жабылды. Бұл шешім Қазақстанның ядролық қарусыздану жолындағы тарихи қадамы ретінде әлемге танылды. Полигон жабылғаннан кейін Қазақстан халықаралық атом энергиясының агенттігі МАГАТЭ мен тығыз ынтымақтастық орнатты. МАГАТЭ Семей өңірінде радиациялық қауіпсіздікті қалпына келтіру, ластанған аумақтарды бақылау және ғылыми зерттеулер жүргізу жобаларына қолдау көрсетті. МАГАТЭ мамандары Қазақстандық ғалымдармен бірлесіп радиациялық мониторинг жүргізді, қауіпті аймақтарды бағалады, ядролық материалдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын іске асырды. Бұл ынтымақтастық нәтижесінде Семей полигонының мұрасы халықаралық деңгейде ядролық қауіпсіздік тәжірибесінің үлгісіне айналды. Қазақстанның Семей полигонының жабуы және МАГАТЭның серіктестігі елдің бейбіт атомды қолдайтын ядролық қаруға қарсы мемлекет ретіндегі беделін күшейтті. Бүгінде Қазақстан ядролық қауіпсіздік пен қарусыздану саласында әлемдік бастамалардың белсенді қатысушысы болып отыр. Қазақстанда ауыл шаруашылығын дамытуда ядролық технологиялар бейбіт әрі тиімді мақсатта қолданылып келеді. Бұл саладағы жұмыстар халықаралық атом энергиясының агенттігі, яғни МАГАТЭмен ынтымақтастық аясында жүзеге асырылады. Ядролық технологиялар ең алдымен өсімдік селекциясында қолданылады. Радиациялық және изотоптық әдістер арқылы өсімдіктер жаңа өнімділігі жоғары әрі құрғақшылыққа төзімді сорттар шығарылады. Бұл әдіс Қазақстанның климаттық жағдайына бейімделген ауыл шаруашылығы дақылдарын дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар изотоптық әдістер топырақ пен су ресурстарын зерттеуде кеңінен пайдаланылады. Ғалымдар бұл технология арқылы топырақтағы қоректік заттардың қозғалысын, тыңайтқыштардың тиімділігі және ылғалдың сақталуын анықтайды. Нәтижесінде су үнемдеу технологиялары жетілдіріп, жер ресурстарын ұтымды пайдалану қамтамасыз етіледі. Ядролық технологиялар зиянкестермен күресуде қолданылады. Мысалы, арнайы әдістер арқылы зиянкес жәндіктердің көбеюі шектеліп, химиялық пестицидтерді қолдану азаяды. Бұл ауыл шаруашылығы өнімдерінің экологиялық қауіпсіздігін арттырады. Енді қорытынды айта кетерім, МАГАТЭ атом энергиясын бейбіт, қауіпсіз және жауапты түрде қолдануды қамтамасыз ететін жетекші халықаралық ұйым болып табылады. Қазақстан бұл ұйыммен тығыз ынтымақтастық орната отырып, ядролық қарудан өз еркімен бас тартқан және қауіпсіздікке негізделген саясат ұстанған мемлекет ретіндегі әлемге танылды. Еліміздегі Леобанк жобасы Қазақстанға көрсетілген халықаралық сенімнің айқын дәлелі болып саналады. Сонымен қатар, Семей ядролық полигонының жабылуы мен оның салдарын жоюдағы МАГАТЭның бірлескен жұмыстары тарихи маңызға ие. Бейбіт атомы медицинада, ауыл шаруашылығында және ғылымда қолдану Қазақстанның тұрақты дамуға жол ашып отыр. Осылайша, Қазақстан ядролық қауіпсіздік пен бейбіт даму жолындағы жаһандық бастамаларда белсенді қатысушы болып қала береді. Презентацияда қолданылған әдебиеттерімді қалдырып кетейін. Назарларыңыз үшін рахмет.